Бір вәзир бір түш көрді. Түшінде аузындағы барлық тішлері де қиылып біткен емеш. Ертең тұрып ол бір түш юраушыны шақыртып ала, һәм аңарға үгізі көрген түшін сөйлеп бере. Мұны нешік юрарға болады деп сұрай түш юраушыдан. Ей, құрметлі вәзир! Барлық туғанларыңыз да сізден алдан өліп бітешеклер. Бір ялғызыңызға қалырсыз дей. Вәзир түш юраушының бұл сөздерін яратмады, һәм аңарға 100 қамшы суғарға бұйырды. Сабақ болсын деп түш юраушыға айтты. Ей, сөйлей білмеген надан! Мұндай қорқыныш һәм қайғылы сөздеріне битіме бәріп айттың. Әгер менің қардашларым өліп бітселер, бұл дүниеда меңа ялғыз яшәуден не файда қалырсың деп түш юраушыны қуып шығарды. Аннары екінші бір түш юраушыны шақыртты. Манысы былай дейді. Ей, мұсылманлардың әмірі, сен барлық қардашларыңнан да зағырақ яшарсың. Вәзирінің көңіліне бұл түш юраушының сөздері қош келді. Екі юраушы да бір нәтижені ясадылар. Ләкин біріншісінің айтқан сөздері білән екіншісінің айтқаны арасында зор айырма бар деп, екінші түш юраушыға 100 алтын беруге бұйырды. Сөйлеген сөзлерінің мағыналарын білмеше сөйлесем, тоты қышқа ашап қалырсың. Тоты қыш өзі сөйлей, әмма нәрсе сөйлегенін білмей. Әгер бұршылы вақтыңда сенен нәрсе болса да сұрасалар, сабырлық білән жауап беру керек. Бек ғрур, тәкәбір қияфәтлі бір ират базарда ергенде, ұлы яштағы қатын yanına тоқтала да, нәрсе сатасыз деп сұрайды. Май сатам дей қатын. Көрсетәлі дей. Қатын шелектің алға таба ұштыра. Сол шақ май әзірек шайқалып кетіп, тегер атының көлмәк жеңіне келіп түші. Ол шынығына күткендей ярсып шыға, бүтін базарға ешітірлік етіп, көлмәктің бәйелісін төлемеше орнымнан да қымшанмайын шақмын дей. Қатынның менің ақшам юқ дейіне де еші де кетмеше ашылануын давам ете. Шуннан соң тегі қатын, көп мұтырасын көлмәғіз деп сұрарға мәжбүр бола. 1000 алтын дейір. Абау, көлмәк ол қадар тұра дейміне? Шерік бәйесінде төлей алмайым. Менің андашым жоқ, сен өз қатаң үшін төлерге тиіс деп жауаплы ер. Бұл қалыны көзетіп тұрған бір ақылды егет бұлар янына келеді. Мен төлем сеңа көлмәк бәйесін деп кісәсінен 1000 алтын тартып шығара. Менден ақша, әсінен көлмәк. Нешегенде? Мен киімсіз қалайымы деп аптыр етігісі. Менің андашым жоқ, ақшасы төленді, демәк көлмәк менікі. Тіләсәң сенден менен сатып ал, 1000 алтынға мы? Жоқ, енді. Мен тілеген бәйеге де егет мейіқ астынан елмайып. 2000 алтынға. Тегі кіші бір мезгілге аптырап қалады ашуғы шығып. Сен дәрсе, бұл бет қышқыртып талау бұла. Өзіңді тегі фақир қатынны қышқыртып таларға тілеген шекілі өкілі баса. Де егет, иратының көзіне торы қарап. Тәке бір әдәм төлерге мәжбүр бұла. Егет исе 2000 алтыны да тегі қатынға елтіп тапшыра.